Қайырлы күн достар, сіздермен Аяжан. Бүгін сіздермен витаминді салат жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін міндетті түрде қараңыздар. Алдымен тазалап жуып алған редискамызды ұзынша етіп майдалап турайтын боламыз. Табиғи витаминді салат міндетті түрде жасап көріңіздер. Небәрі 3 қана заттан тұрады. Редиска, айран, укроп қосамыз. Майдалап турап болғаннан кейін укробымызды тураймыз. Укроп көп қоссаңыздар да болады. Бізде онша ұнатпайтын болғандықтан аз ғана дәмін келтіру үшін мен аз ғана қостым. Айран қосатын боламыз. Мен үйдегі қолдың айранын қостым. Және де аз ғана тұз қосып, жақсылап араластырамыз. Сонымен 10 минутта салатымыз дайын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт ұнаған жағдайда каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын баршаңызға.